Сәлем достар, рентген ауыр сырқаттарды диагностика жасау үшін зиянды пайдаға айналдырған өнертабыс. Рентген сәулесінен пайда болған зиянға қарамай, науқастарда, дәрігерлерде ағзаны үнемі тексеруден өткізіп тұруға кеңес беруден бас тартпайды. Рентген осы күнге дейін обыр мен туберкулез кеселдерін анықтау үшін ең пайдалы және қарама-қайшы әдістердің бірі болып отыр. Рентгеннің жыныс ағзалары мен қан жасушаларына қатты кері әсер ететіні дәлелденген. Сол себепті үрдіс барысында дененің бүкіл құрсақ бөлігін қорғау үшін қорғасыннан құйылған арнайы қорғаныш құралдары пайдаланылады. Дәл осы құралдар тін ұлпаларды зиянды сәулеленуден сақтайды. Балалар үшін рентген пайдалану дұрыс емес. Тек басқа диагностика әдістері мүмкін болмаған жағдайда ғана пайдаланылады. Үрдіс барысында баланың денесі түгелдей арнайы пердемен, киімдермен және қорғасын пластиналарымен жауып қойып қорғайды. Өйткені баланың ағзасы әлі қалыптасып біткен жоқ. Сәулеленуге қарсы тұру үшін әлсіз. Ғалымдар рентгеннің сәулелену мүмкін болған деңгейінің нормасын есептеп шығарды. Медициналық орталықтарда жиі болмайтындар үшін жылына 5 миллизиверт, ал жүйелі түрде дәрігерлерге қаралып тұратын жылына 1 миллизиверттен артық мөлшерде сәуле алмауы тиіс. Алынған сәуле дозасын есептеудегі қателік адамның хал жағдайы мен иммундық жүйесінің қызметін нашарлатып жіберуі мүмкін. Дәстүрлі рентгенге түсіру процедураларындағы зиянды сәуле мөлшері аз. Тісті рентгенографиялау 0,3 рентген сәуле мөлшерін қамтамасыз етеді. Асқазанды тексерткенде 0,176 рентген мөлшерін иемденесіз. Барлық негізгі ағзаларды томографиялау дозасы 1 рентгенді құрайды. Бұл қалыпты жағдайда рентген дұрыс қолданылса, адам ағзасына залалы болмайды деген сөз. Дене ағзаларын томографиялау ең зиянды болып табылады, ал басқа процедуралардан айтарлықтай нұқсан келмейді. Сол себепті дәрігерлер науқасты томографиядан өткізер алдында дәл осы процедураның қашан болғанын міндетті түрде тексереді. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.